қолдан көрсетші халықты. Бас шығын. Бас. Мына ғой. Бас, қат бас. Мына осына кукла алып. Ойбай. Айыбымызды жудық мен. Кукланың качествосы нашар 4000 теңге тұрады екен, бірақ жақсырағын әперейін десем, қызым шыдамай жатыр. Ал, қайда барамыз? Қайда? Қайда барамыз? Жүр, мына жаққа қарай жүрсеңдер. Жүріңдер былай. Жүріңдер. Жаным мен. Ұйықтап, тамағын жеп. Тамақ жегенде пюре не бердім? Пюре, фруктовый пюре бердім. Потом йогурт бердім. Сондай жеятыр, қоюлау, жидкелау, в общем, андай. Шайнамайтын. Нормально, бірақ тісі жақсы. Ауырмайды, ештеңе қылмайды деді. Алма бердім, жұмсақ, әдемі алма. Алма жеді. Пирожки жеді. Кішкене ғой, көп жемейді ғой. Сол. Бетім қарасаңдар не шығып кеткен. Мынандайлар шығып кетті. Анандай бет жуатын гель ағам ғой. Балам, тиіспе. Кел, бер қарайды. Кел маған қарайды. Кел. Бір нәрсе жазайын десең жаздырмайды ғой бұлар. В общем, гель ағам ғой, гель бет жуатыншы. Нашар жақпады маған. Ой, жаным. Содан шығып кетті сразу. Сразу бір нәрсе жақпа сусындай бәрі шығып кетеді маған қызыл. Бөрт. В общем, салауат оқыңыздар деп айтайын деген ғой. Кез келген жерде қандай бір жолға шығып баратқанда, қандай бір проблема, қандай жұмыс болсын, неважно. Салауат оқыңыздар, өйткені салауат өте. Пайғамбар алейхиссаламға салауатты да білетіндер бар шығар, білмейтіндер болса, ютубқа жазып көріңіздер, шығады. Дұға. Алейхиссаламның, пайғамбарымыздың отбасына дұға. Соны айтсаңыздар, бүкіл ауырып атқан жерлеріңіз болсын, 3 рет оқып, сүп деп дем салып жүрсеңіздер болады. Оны дәретсіз оқи беруге болады, бір жақсы кетіп баратыр. Сол достар, солай салауат оқыңыздар, барлығы жақсы болады. Мен, бір неге бардым, бір тірліктермен барғанмын ғой. Азанда кетіп бара барған жеріме дейін салауат. Ол болмайдау деген тірлік болатын. Болмайдау осы деген. Барғанша салауат оқып бардым. Басында болмай тұрды, кейін ойламаған жерден болып кетті, шын айтамшы. Одан кейін қызымның жаңағы тамырын, қан анализ тапсыруға баратқан кезде оқуға еріндім да мен. Хотя ерінетін дымында жоқ қой, азғантаяқ. Оқуға еріндім. Қойшы қан алады ғой, да тұрған не бар, еш қиындығы жоқ деп. Жоқ, Алла тағаланың қалауынсыз бір жапырақ жерге түспейді деген рас қой. Қаламады, оқымадым, сразу қаны свернулась деді, тамырын таппай қинап, қызымның итін шығар жерді ғой. Қызым бер, машина басады, кел. Кел бері. Мен қасымда жүр. Сөйтіп кетті, сосын барып, платныйға, общий анализ крови кеше платныйға апарып тапсырдым ғой. Салауат айтып бардым тағы да, сөйтіп, оп-оңай, секундта, легкий, в общем, жақсы тапсырып қайттық. Содан кейін негізі мен 100% Аллаға сенемін, каміл сенемін, всегда оқиым, Құран оқиым, не қылам, сұрайым Алладан. Барлығы орындалады. Жүріңдер, ана жаққа қарай жүренсі. Жүріңдер. Бәрі орындалады, сондықтан барлығы бір Алланың қолында. Бүгін де салауат айтып бардым барғанша. Жаңағыдай қызым ананың ішіне кіргенде де айттым, оқыдым. Кейін наркоздан шыққаннан кейін де прям көнбей баратқанымда салауатты оқып, сүп деп дем салып басылды, сразу басылды көзімнің алдында. Кел, аяғыңа кіріп кет. Сол үшін достар, Алладан үміттеріңізді үзбеңіздер. Қандай да бір қиыншылық болса да, қандай да бір проблема шығып тұрса да, в общем, Алла шешіп береді барын. Болған нәрсенің бәрі жақсылыққа, болмаған нәрсенің бәрі жақсылыққа деп біліңіздер. Ол шынында да сондай. Мен ана тісін өткен жолы істетпегеніме ашуланып, осы неғып бүйтпедік деп жүргенем. Мына жолы одан да жақсы адамға, врачқа жолықтырып, ол врачым отпускке шығып кетіп. В общем, жаңа коляскамыз нашар болып шықты да. Басқа магазинге келіп қараңдар.
Мына мынандай алып шықты. Қаншадан? Ай, қобылан тоқта 5850 теңгеден. Ай, көркем, кел. Мынаның качествосы жақсы, 8000. 8800, 9000 ғой почти. Сосын мынандай алдық. Косметика салатын. Косметика үшін. В общем, алған екен коляска нормальнысын алу керек дедім да. Ана бәлені апарып өткізіп тастадым. Жаман деп. Сол, осы. Енді постоянно алып бермейміз ғой жақсы заттар. Аса сөкпеңдер, қатты еркелетіп жүргесін деп балдарымыз үшін садақа. Битші, бағанағыда істеші. Сақиндан көрсетші. Ой, красотам ай. Смола керем деп тұрға апам. Жүр кеттік. Жүр үйге қызым. Өзінше модница ол жүр. Адамның бәрі күліп отыр маған қарап. Айко, қараш маған. Привет деш. Айса. Достар, короче, міне үйге кірдім. Күйеуім келді наконец-то, балдарды алып қалды. Енді осы мен видеомды жаңа көрсетемін деген отчетымды тапсырып тастайын сіздерге. Қаншаға болды, қалай болды. В общем, басында мен сіздерге айтып едім ғой, 244 мың болды анализін алып тастағанда деп. Ол видеом бар, көрмегендер болса көрсеңіздер болады. Алдыңғы видеоларда нақты қайсысы екенін білмеймін, бірақ көрсеңіздер бар сол жақта. 260.600 теңге еді. 16.600 теңге меді. 16.600 теңге меді. Ну, короче, точно білмеймін. Примерно сондай анализін мен государственный өзіміздің клиникада тапсырдым. Общий анализ крови олар істей алмай қойды. Істей алмай қойғаннан кейін мен ол да бар, ол не үшін істей алмай қойған бәрін айтқанмын. Ол сосын барып платныйға барып тапсырдым, үйдің жанындағы. Кеше барып тапсырдық. Сразу 2 сағаттан кейін шығарып берді 2000 теңгеге общий анализ крови. Пальцы саусақтың ұшынан алды. Салауат туралы айтып кеттім ғой, баған алдыңғы неде есім уже мен түнгі сағат 3-те ұйықтадым, бәрін дайындап, жуып, теріп жатам дегенше сағат 3-3:30 болды. Сонымен таңғы сағат 6-дан 10 кеткенде будильниктен бұрын оянып кеттім. Мынау қатты жарық болып кетті да, содан шошып ояндым, кешіп қалдым ба деп сағатқа қарасам 6-дан 10 кетіпті. Будильникті атақ қойып қойғам, будильник істемей қалды ма деп қорқып кеттімші. Прям маған бұл түс деген проблема уайым болып кетті. Наконец-то бітірдік. Алла енді ақырын жақсы қылсын. Осымен жақсы көтсе екен, енді 3 ай сайын апарып қаратып тұрамын, міндетті түрде тексертіп тұрамын. Сосын баратын кезде біз күйеуімді тастап кеттім, оған не қыласың бекерге деп айттым ғой, оны алдыңғы видеомда бар. Комфорт шақырдық. Эконом мен комфорттың Яндекс қой, эконом мен комфорттың разницасы 200 теңге, 300 теңге болғандықтан комфорт шақырдым. Комфортта кондиционер ішінде бәрі жақсы болады. Бензиннің иісі шығып, андай болмайды, кішкене жақсылау жүретін болады. Сосын комфорт шақырдым. Бала болғаннан кейін, бала үшін ғой, менде панты ондай жоқ, вообще мүлдем. Маған салса метромен барам, тура метроның жолында екен. Просто анандай жағдай болғаннан кейін машинамен барайық деп шештік. Сонымен солай баланы қинамайын дедім. Так, мынандай ыстық күнде оңай емес қой, кішкентай ол. Сол, короче, 109 мың теңге неге жазылып тұрған еді сол алдыңғы қағазымда. Міне қараңыздар, 109 мың чек еміне төледім. Ішінде тісім таза, тістер аппақ әдемі болып қалған. Енді лайым солай болып қалса екен. Мына жағындағы 2 тіс нашар болып кеткен, оған гарантия бере алмаймын деді. Ол сынып қалуы мүмкін, пломбасы деді, бірақ нервтарын алып тастадым, ауырмайтын болады деді. Ірің жиналып, ондай ауырмайтын болады деді. Астыңғандағы тістерімді тазаладым деді, тоже кариес бар екен деді, тоже пломба салдым деді, бірақ оған ақшаған жоқ, негізі төбесінде 4 тіске не қылған еді. Білмеймін неге екенін. Одан кейін мына жағында 2 тісі жақсы деді. Бұл енді бастаған ғой. Енді бастаған, бұлар жақсырақ мына жағына қарағанда. Мына жағында жоғары жағындағы тісі ғой, 2 тісі. Солай
тістері, астыңғы тістері таза, аппақ қылып тазалап қойған, әдемі қылып. 109 мың теңге. 109 мың теңге алды. Общий лечениесіне 109 мың теңге алды. Тістің бұл лечениесіне. Ал енді седативный газға анестезияға 63 мың алды. Битіп айтты маған, мен түсінбедім неге онда екенін. Анестезия седативный газың бірінші сағатына 50 мың деді, кейінгі сағаттарына 15 мың деді ма, 25 мың деді ма, что-то сондай айтты. Алдын маған 60 мың, 2 сағат болса, 1 сағатқа 60 мың, короче, 2 сағат болса 120 мың деп есептеп береді ғой. Бұл жолы үстіп айтты, мүмкін там акция болып жатыр ма, түсінбедім, сұрамадым, басым айланып, миым ашып, еще арзан болғанына қуанып, мен сұраған жоқпын, сен тимесе мен тиме дедім. Короче, сұраған ақшаны төледім да кеттім. Анестезиологқа первичный приемға 8 мың теңге төледім, стационар реанимациясына 5 мың теңге төледім. Сонымен 76 мың бұл бөлек төледік. Бұл бөлек кассаға төледім, 109 мұңды бөлек кассаға төледім. Сонда екеуін қосқанда қанша болды? Екеуін қосқанда 185 мың бола ма? В общем, 200 мыңға жетпейді ғой, примерно сондай болды. Сондағы ашетте менде 65 мың ба? 65 мың артық қалды өзімде ше. Ну да, грубо говоря, 65 мың теңге менде артық қалды. Оған да шүкір дедім. Балдарыма сонша қатты еркелетіп жүргесіңдер, не әпердіңдер деп сөгетін адамдар болуы мүмкін, туысқандардың арасында да неге үйтесіңдер деп. Просто бұл дұрыс түсініңіздер да, бұл ақшаны біз балдарға деп, қызыма деп арнап, соған деп жинап, арнап қойғанбыз ше, соған деп. Сосын барып өзіне жинаған ақша өзіне кетсін деп, жаңағы коляскасын алдық. Қызға алған кейін балаға да аласың ғой, міндетті түрде. Қызға алып балаға алмай тұрмайсың ғой. Сосын алдық. Енді тағы да ақша қалды аз-маз. Оған анандай дәу машина бар ғой, жүретін ше, электромобиль дейді ғой. Электромобиль алсақ па деген едік. Білмеймін, көреміз. Точно айтамайым, алам алмайым деп, бірақ бағана алам деп уже біреумен сөйлесіп қойған едім. Что-то ол болмады. Ода пульті жоқ екен. Мен ойладым пультпен деп, пульт управлениемен деп. Сөйтсем, ода пульт жоқ екен. Пультсіз бізге ол бесполезно. Ол айдай алмайды балдар, управлять ете алмайды машинаны, сондықтан бесполезный зат тұрады ол. Сосын отказ берді. Мен ойладым пультпен шығар деп ше, енді электромобиль болғаннан кейін. Бірақ өте жақсы, качествосы өте жақсы еді. Сол мынау ғой анализімде көрсетуем ғой өткен жолы. Осы анализді тегін тапсырдым государственныйға. Ішінде общий анализ крови 2000 теңге, соны ғана төледім. Айтқандай сосын мачаны аламай қойдым, мүлдем мачасыз кіргізіп жіберді анестезиологым. Педиатрға да жолығу керек еді. Бүгін суббота оған кейін педиатрлар келмеді. Мен операция сағат 8:30-ға ма деп жазып қойған. Педиатрлар 9-ға дейін күтті. Келмегеннен кейін педиатрдың консультациясынсыз операцияға кіргізіп жіберді. Ол да ақша істеу ғой. Ол да педиатрның консультациясына ақша төлейсің. Оны төлеген жоқпын да менше. Сонымен солай болды, удачны болды. Сол үшін болмаған нәрсеге неге болмады, неге үйтті деп өкінудің қажет жоқ екен. Одан да жақсысын Алла тағала саған тағайындап тұрады екен. В общем, соған көзім жетті. Аллаға мыңда бір шүкір, бәрі жақсы болды. Бәрі жақсы өтті, жеңіл өтті. Кішкене жаңағы наркоздан шыққан кезде қыз қиналды енді. Ол естественно, олсыз болмайды енді. Тамақ ішкізбей бардым. Кішкене 1-2 ұрттам сок бердім, ештеме қылмайды деді. Бір рет кішкене емді. Қорққаннан кейін ана сасқалақтап мама мәме деп сұрап не қылғаннан кейін емді. Бірақ енді сүт бүйтіп ағып тұрған жоқ қой қазір бұрынғыдай. Сонымен шыққан неден наркоздан шыққан кезде құсады ма, сок ішті ғой деп не қылған ем, құспады, жақсы не қылды, лоқсып нетті, бірақ ештеңе жоқ. Солай достар, мынау ішінде не өзім удостоверениемді алғам, қызымның метіркесін алғам, қалғаным қандай жақсы өтті. Мен негізі ондай нәрселерді даққа жинап, мынандай портфельге салып, міне не қылып жүрем ғой, бәрін файлға салып, сөйтіп ана врачтар ой молодец деп не қылып жақсы болды, мына бәріне керек еді. Осындай документке бол отказ қылатындар болады дейді да кейде ше.
сол мынау не зат екен? Мынау қағаз ғой, міне 109.000 теңге. Міне осы 109.000-ды алды. Анастазиологтікіне міне консультация 11.600 деп айтқан. Айтқан 3.500 деп. Седативный газ 60.000 теңге, 2 сағатқа 120.000 деп жазған еді. Міне көрдіңіздер ме? Осылай жазған еді. Не үшін бұлай жазды білмеймін. Бұл клиника екеуі филиалдар ғой, енді екеуі бір клиника. Просто на жақтағы врач отпуск, мен арасына уже 2-3 ай салып қойдым ғой. На жаққа барғамда осы бағаға істейтін еді. Бұл врач мен звондасам, мен отпускке кеттім деді да, екінші врачтың номерін берді. Ал бұл врач басқа филиалында істейді да, түсіндіңіздер ме? Анау бізге жақын, біздің осы неге районға, Алмалинский районда, анау Жетісуский район ба, в общем басқа районда, бірақ ешқандай пробкасыз несі барған екен, бір 10 минутта бар қалды ғой, по-моему. Еще комфортта, ішінде кондиционермен жақсы оңай жеттік. В общем жолдан, в общем ешқандай не болмады, проблема болмады. Бара жатқан кезде таңертең 1300 теңге ма, 1300 бір нәрсе теңге төледім. Өйткені ерте болғаннан кейін шығар, енді білмеймін. Қайтарымызда 1900 бір нәрсе төледім. В общем, эконом 1600 бір нәрсе, комфорт 1900 бір нәрсе. Экономға мінсең, анандай драндулеттер болады көбінесе, газы сасып ішінде, или болмаса там бензины сасып, өз наркоздан шыққан адам, жүрек айныған, бұлар еще машинада жүрек айнайды да, балдарым менің жақтырмайды. Сол үшін анандай таза машина болсын дедім. Таза салондар кожаный, жақсы машиналарға міндік, екеуінде де сол. Ол да өте маңызды мен үшінші. Солай еркенінен емес, мен өзім 10 жыл аңсап бала-шағаға зорға жеткен екен, маған барлық нәрсе өте маңызды. Шынымды айтсам бұлар ғой, Құдайдан сонша сұрап, тілеп жеттім да, өмірге алып келгеннен кейін кейде ой келеді, мынандай масқара сұмдық жағдайларды көрген кездеші, мүмкін бекер алып келдім ба осындай қиын өмірге деп жүрегім ауырады. Құдай сақтасын жаман адамдардан, алдарында тек жақсы адамдар жоқсын. Әрбір бала, ешқандай бала жыламасын өмірде. Сол, бірақ біздің айтқанымызбен де ештеңе біз шешпейміз ғой, Алланың қалауымен болады барлық нәрсе, Алла сақтасын. Сол деген ойлар келеді кейде менде. Жаңадай өмір қатал ғой, енді өмір өте қатал. Оны жаңағы көбінесе жақындарында айырылған кезде түсінесің. Өмір бұрын маған оңай жеп-жеңіл ойыншық сияқты бір көрінетін ғой, енді қазір жас келгелі ма білмеймін, өте түсінген адамға өмір деген өте ауыр. Достойно өмір сүріп шығу жүрегінде иманы бар адамға өте ауыр, өте қиын болады. Өзім солай ойлаймын, өзім солай сезінемін да. Сол тағы не айтам дегеннен бәрін айттым. Достар, салауат деген аз ғана сүре деппін ғой, дұға. Жаңағыдай айтып кеткендей, пайғамбар алейхиссаламның отбасына деген дұға. Сізге жаңағы пайғамбарға дұға істесеңіз, сізге Алла тағала айтқан нәрсеңізді орындайды. 3 рет қайталасаңыз, ауырған жеріңізді ұстап па, или жолға шығайын деп тұрсаңыз, или бір тірлік бастайын деп тұрсаңыз, оқысаңыз, міндетті түрде орындалады. Сол салауаттың бір жақсы жері, дәретсіз оқи бересің. Құранды дәретсіз оқуға болмайды ғой, дәрет алуың керек. Мысалға, әйел бала болған кейін анандай күндер болады, или жол үстінде кетіп баратасың, дәретің бұзылады. Сол кезде салауат оқысаң өте жақсы. Мен салауат оқып, не қылып, в общем, бәрі жақсы болды. Аллаға мыңда бір шүкір, Алла тағала сансыз шүкірлер болсын. Балдар ауырмасын, байлық, анау-мынау маңызды емес. Бастысы балдардың денсаулығы, өзіміздің денсаулығымыз. Ең бастысы денсаулық, денсаулыққа жетер ештеңе жоқ. Оны ешқандай ақшамен, әлемнің байлығымен сатып ала алмайсыздар. Сондықтан ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын, бала-шағамыз ауырмасын. Сол айтатын. Барлықтарыңызға соны тілеймін.
менің айтып жатқан ақпараттарым сіздерге пайдасын беріп жатса мен қуаныштымын. Тағы көп білгілеріңіз келсе, тіс туралы алдыңғы видеоларда көп айтылған, көрсеңіздер болады. Құрметті оқырмандарым, көп рахмет сіздерге. Көптен көп рахмет. Сау болыңыздар, аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Пока-пока.